Айдана Қызылорданың жазы аптап, қысы жұмсақ өңірінде өскен, мінезі сабырлы, сөзі байыпты қыз еді. Жастайынан қыздың жолы жіңішке дегенді естіп өскен ол өмірден артық ештеңе сұрамады. Тек барған жерінде бағы ашылып, адам болып, сыйлы өмір сүрсем деп тіледі. Тұрмысқа шығу Айдана үшін мәртебе ғана емес, үлкен жауапкершілік еді. Ол болашақта келін болып түсетін шаңырақтың табалдырығын оң аяқпен аттап, сол үйдің ырысын тассам деп армандайтын. Нұрланмен таныстығы да, махаббаты да тыныш басталған. Бір-бірін сүйіп, ақылдасып, екі жақтың келісімімен үйленуге бел буған. Ұзатылар күні Айдананың жүрегі толқумен бірге үмітке толы еді. Анасының көзіндегі жас, әкесінің батасы, әпкелерінің құшақтап қоштасуы, бәрі оның есінде мәңгі қалды. Ол сол күні бір ғана оймен шықты. Босағадан аттаған соң мен бұл үйдің қызындай боламын. Ауға қарай бет алған жол ұзақ көрінбеді. Нұрлан жол бойы болашақ жоспарларын айтып, екеуі күліп келе жатқан. Сол кезде ғана ол ағасының да дәл сол күні келін әкеліп жатқанын айтты. Айдана бір сәт таңғалып қалды да, артынша іштей қуанды. Екі келін бір үйге түссек, бір-бірімізге тірек болармыз. Жалғызсырамаспын деп ойлады. Ол бұл жаңалықтың өз тағдырына көлеңке түсіретінін сезбеген еді. Ауылға жақындағанда көлік бөгелді. Сәл күте тұрыңдар деген хабар жетті. Айдана оны ешқандай жамандыққа жорымады. Көліктен түсіп, таза ауа жұтып, әпкесімен бірге суретке түсті. Ол сәтте жүзінде шынайы күлкі бар еді. Бірақ босағаның алдында қайта келгенде көрген көрініс оның ішін алай-түлей етті. Ауыл адамдары жиналып, музыка ойнап, у-шу болып жатты. Ақ сәукелесін киіп, көліктен түскен Айдананы жеңгелер үйдің есігіне емес, шет жақтағы терезеге қарай жетелей бастады. Айдана алғашында мұны түсінбей қалды. Неге терезе деген ой санасын тіліп өтті. Сол сәтте әлде кімдер екі келін қатар түскенде үлкені есіктен, кішісі терезеден кіреді деген сөзді айтып қалды. Айдананың жүрегі зу ете түсті. Ол өзінше сұрақ қойды. Мен неге ұры секілді терезеден түсуім керек? Ол тоқтап қалды. Қарсы болды. Қасында келген әпкесі мен жеңгелер де мұндайды естімегенін айтып, қарсылық білдірді. Бірақ үлкендер дәстүр солай, бұзбаңдар, келін болып келе жатып шу шығармаңдар деп оларды басып тастады. Ақыры жасы үлкен бір әжей келіп, Айдананың маңдайынан сүйді де, қорықпа қызым, бәрі жақсы болады деп терезе алдына қойылған баспалдаққа өзі жетеледі. Солай Айдана өмірінде алғаш әрі соңғы рет өз тағдырын бір сәтке біреулердің қолына беріп, босаға емес, терезе аттады. Сол сәт оның жүрегінде бір нәрсе үзіліп түскендей болды. Бірақ ол оны сол күні ешкімге сездірмеді. Уақыт өте бәрі ұмытылар деп ойлаған. Бірақ олай болмады. Айдана ауылда терезеде түскен келін деп атанды. Бұл сөз қалжың болып басталып, кейін келемежге айналды. Қайын інісі әзілдеп айтқандай көрінгенімен, әр сөзі жүрегіне қадалды. Ал енес мен қайын сіңілісі қонақтардың көзінше біреу есіктен, біреу тесіктен кірген екі келін бар деп айтқанда, Айдананың жанына қатты батты.
Ол сол кезде есіктен кірген абысыны Мадинаның өзінен жоғарыдан қарап тұрғанын анық сезді. Айдана үнсіз қалды. Ол келін болған соң шыдау керек деп ойлады. Күйеуі Нұрлан жұмыспен Астанада жүрді. Ауылда ол жалғыз еді. Айлап күтетін, сырын ақтаратын, ішіндегі мұңын түсінетін адам болмады. Ал Мадина барған сайын өктем сөйлей бастады. Енесі де сөз арасында үлкен келін екенін жиі еске салатын. Айдана сыйластықты сақтауға тырысты. Бірақ ішіндегі жара күн өткен сайын тереңдей берді. Бір күні ол үйдің терезелерін жуып жүрген. Сол кезде Мадина келіп, күлген күйі, өзің аттаған босағаны жуып отырсың ба, деді. Бұл сөз Айдананың шыдамын үзді. Ол алғаш рет ішіндегі барын сыртқа шығарды. Сол күнгі қорлықты, өзіне тиесілі босағаны аттай алмағанын, бүкіл ауылға күлкі болғанын айтты. Бірақ оның бұл сөздері түсіністікке емес, дау-дамайға ұласты. Мадина жылап өзін жәбірленуші етіп көрсетті. Айдана тағы да кінәлі болып шықты. Сол күннен бастап Айдана ешкімді сыйламайтын келін атанды. Енесінің мұның көзін құрт деген сөзін естігенде, ол бұл үйде қала алмайтынын түсінді. Нұрланмен бірге Астанаға көшті. Пәтер жалдап, жаңа өмір бастауға тырысты. Бірақ оның жанында бір өкініш қалып қойды. Нұрлан туған туысына жалғыз барып келетін. Айдананы ертпейтін. Ол үйге баруға жүрегі дауаламайтын. Айдана өзіне қайта-қайта сұрақ қоятын. Мен өзімді қорлатпауға тырысқаным үшін жасытымын ба? Ол бір нәрсеге анық жеткізді. Келінді кемсітетін, адамдық қадірін түсіретін ырым дәстүр бола алмайды. Дәстүр деген ұрпақты тәрбиелейтін, жүректі жылытатын, ал қорлайтын нәрсенің аты ешқашан дәстүр емес. Айдана әлі де үміттенеді. Мүмкін уақыт өте бәрі өзгерер. Мүмкін немерелер дүниеге келгенде жүректер жібір. Бірақ ол бір нәрсені берік ұстанады. Адам өзін таптауға тиіс. Себебі үнсіз қалған әрбір жан келесі біреудің көз жасына жол ашады.